Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Оразаларыңыз қабыл болсын. Наурыз мейрам құтты болсын. Біздің эфирге шығып отқан себебіміз кеше Нариман опрос жасаған екен. Оның үстіне жаңағы біраз сұрақтар жиналып қалды, сол сұрақтарға жауап беру мақсатында кішкене уақытым бар еді, кіріп отырмын қазір. Жұмысқа келген уақытқа. Жалпы YouTube каналда жүргізілген сұрақтар бойынша қандай пародаларға рекомендация бересіз және өзіңіз ұстаған пародалар деген сияқты сұрақ келіпті. Сол жерде көбірек жауап елен дауыс бергенде сол неге көбірек синхронизациядан қарағанда соған көбірек нетті. Қай жерде жұмыс жасап жүрсің? Алматы. Қазір мен Ақсүйде отырмын. Жалпы біраз жерде істеп жүрмін қазір. Сол бойынша айтып кетейін дегенмін. Алматыда жүреміз, Шымкентке барамыз, осы оңтүстік Қазақстан, Павлодарға дейін баруымыз мүмкін. Племенной сиырлар, қазір біз Белоруссияға заказ беріп жатырмық сиырды сол жақтан алдыруға. Племенной документпен. Болмаса Айыстан, Ақтөбеде бар шығар. Қазақстан ішінен аламыз десеңіз. Біз енді шетелді көріп жатырмық племенной. Даниядан да алдыруға болады 34-35 мыңнан жоғары қарай. Бағасы 3 мың евро. Где-то 1,5 миллионға. Белоруссиядан келсе 1 миллион 100 мыңға түседі. 400 мың субсидиясы бар. Так, парода жайында айтайын енді. Бұл сұрақ көбейіп келе берер. Мен ұсынатын, рекомендация беретін негізі 10 парода деп кеше сұрақ қойыпты. Сол жайында сіздерге интересовать еткен ғой. Ең бірінші ұсынатын парода мына оңтүстік Қазақстан және оңтүстік Алматы облысы болсын, жалпы оңтүстік елде орналасқан ғой. Соларға мен көбірек Краснодатский деген пароданы ұсынар едім. Егер өзім жалпы ұсынып та жүрмін, біраз жер ашты, көрді, пайдасын көріп жатыр. Бұл Данияның барысы, Краснодатский деп жүрмеңіздер. Бұл Краснодарский деп жүрмеңіздер, то есть Россияның кемесі Краснодатская. Болмаса бұны датский рет деп айтады. Даниялық рет пародасы, қызыл пародасы. Қызыл сиыр деген ғой енді. Бұның артықшылығы преимуществосын айтып кетейін. Жеңіл туу бірінші айтылудан бастайық енді. Сиыр өте жеңіл туады өздігінен. 99%-ға дейін өздігінен туады. Екінші, бұның өсу қарқындылығы өте жақсы. Сіз бұны отырмайсыз 1,5-2 жасқа дейін ұстап ұрықтамай. Ерте жастан бастап ұрықтандырасыз, 13-14 айдан бастап ұрықтандырасыз сиырды. Ерте пайдаға келеді, ерте ұрықтанғаннан ерте туып, ерте пайдаға келеді. Сосын бұның фертильнесі жағынан, яғни ұрықтану және ұрықты дүниеге бұзауды төлді аман-есен алып келу жағынан пайызы өте жоғары ұрықтанғыш бұл сиырлар. Өздігінен күйлейді. По сравнению Голштейнге қарағанда бұл өздігінен көп тез күйлейді. После родовой туғаннан кейінгі қайта қалпына келуі өте жоғары, яғни туғаннан кейінгі жатырдың қабынуы, эндометрит, декальцемия деген бар, басқа аурулар көп, солардың бәріне өте төзімді, өзін тез восстановить ете алатын парода. Бұның сүт жағына келетін болсақ, пайдасы, енді бұл тек сүтті парода, етке жатпайды. Тем не менее, бұқалардың негізі көп жерде откормға қояды, привестері жақсы, 800-900 грамм суточный привесті. Сүтінің ең бірінші сапасы жағынан вкус молока деді, дәмі жағынан сүті сливочныйға келеді бұның дәмі. Сосын цветі оттенок кремовый сары, значит, біз енді сары сүтті көрсек, значит, майлы да ойлаймыз. Екінші, бұның майлылығы жағынан 4 пен 5-тің арасында береді ол сиыр майлылықты. Белок жоғары. Бұл егер сіз майлылықпен переработка жасаймын десеңіз, немесе жерлесқа байланысты, белокқа байланысты ақша алатын болсаңыз, заводқа өткізіп, бұл парода өте тиімді болады. Сосын бірінші айтолда 7 тоннадан 7-8 тонна сүт береді лактациясына, екінші айтолда 9-10 тонна сүт береді. Жалпы рекордтары олардың 11-12 тонна рекорд сүттері. Бұл Данияның өзінің шығарған пародасы. Қазір Россияда популярный болып жатыр бұл парода негізі. Салам. Бұл жеңіл, салмағы жағынан 450-500-550 килограммдық сиыр, қатты үлкен салмаққа жатпайды. Корм, потребность корма жағынан да өте низкий, яғни жеген шөбін барынша қортып, сізге көбірек пайда келтіреді.
Екінші ұсынатын, бұл краснодарский жөнінде, екінші ұсынатын породам ол шведский бурый немесе шведский, бізде енді Алматыда көп жерде Алатау деп айтылады. Бұл енді мен таңдаған бұл сиырлар сүтінің объемы жағынан емес, бұл төзімділік және біздің оңтүстік өңірлерге жерсіну жағынан, жаңағыдай неприхотливый деп айтады, қалай болады, асырауға жаңағыдай қатты капризничать етпейтін порода, сол жағынан таңдадым бұларды. Суреттермен осы эфирді қайта монтаж жасап, суреттерін саламыз. Қазір менде қолымда екінші телефоным бар, бірақ мен ол жерден көрсете алмаймын. Бұл енді бура шведский туралы айтайын. Негізі Алатау деген бар, сосын шведский деген бар. Швед пен Алатаудың шведский, бура шведский. Айырмашылығы қатты емес. Айырмашылығы біздің Алатау кішкене етті сүтті болып келеді, а шведстің өзі неге сүтті етті болып келеді. Сол үшін біз Алатауды емес, көбінесе шведті таңдаймыз. Өйткені оның сүті жағынан сүтке жұмыс істеген екен. Төзімді, ыстыққа, суыққа, жаңағыдай бұның да майлылығы жағынан, сүтінің майлылығы жағынан 4-тен жоғары. Бұлардың бірақ пайдасы, плюсы бұқалар аткормға өте жақсы келеді. Сосын сиырларда етті болып келеді. Өйткені бірінші сүтке, екінші өзіне жұмыс істейді ғой, сүтке, етке. Сүтке сосын өзіне жұмыс істейді. Сүттің сапасы, майлылығы, сосын структура жері, сүттің құрамындағы жердің несі грубыйда, сол үшін сүттің майлылығы өте жақсы көрінеді. Показатель сүт пісіріп болғаннан кейін салқын жер қойсаңыз, майлылық прям қалың болып түседі қаймақ. Например, по сравнению жерсей породасы да майлы ғой, жерсей етке бірақ майлылығы білінбейді, оның структура жер мелкий болғандықтан ол қалың болып былай салатындай бүйтіп кейбір қаймақтарды көтерсеңіз көтеріледі ғой, қалың болып, солай болып түспейді жерсейдікке. Бұл шведский солай түседі. Сосын жайылымға төзімді, жайылымға да келеді бұл сиыр, шведский сиыр. Привес жағынан етке аткорм қойсаңыз да бұқалса да сиыр да кете береді. Бірақ бұлардың салмақтары өте жоғары. 550-600 жыл бірінші атолда, ары қарап 700-800-900 килоға дейін кете береді салмақтары. Сосын естественно салмағына қарай бұның 1 литр сүтке жұмсайтын энергиясы несі өте жоғары, кормны көп потребить етеді. Қазір пародан айтып алайын, бура шведский жайына. Сосын мен өзімнің қазір енді ұсынып жүрген соңғы жылда 10 жыл болды жасап, мен біраз пародан шатыстырып көрдім, біраз пародан ұстап көрдім. Өзім ұсынатын негізі осы шведский парода мен Голштейн пародасын қосындысын ұсынар едім. Егер сүтке ұстаймын десеңіздер, жаңағы біздің шведстің төзімділігін алады, еттілігін алады, ол қосқан кезде парода ше. Сүтінің сапасын алады. Сосын тұяқтарының туғаннан кейінгі қалпына келу деген қасиеттерін алады да шведтан. Голштейннен сүттің объемын алады. Сосын кормды тез жеген кормды тез қорытып, жаңа сүтке айналдырып тезін алады Голштейннен. Осы қасиеттерін ала отырып, біздің қосқан поместеріміз сүтті өте жоғары береді. Сүтінің оттенкісі Голштейн сияқты ақ болмайды, бұл жерде уже шведский сияқты сары болады, естественно. Майлылығы 4-тен жоғары болады. Голштейн негізі майлылығы 4-ке дейін береді, бұларда 4-тен жоғары береді. Мен өз көріп жүрмін, 10 жылдық тәжірибемен айтып жатырмын енді. Соны ұсынар едім үшінші ретінде. Парода ретінде. Пародаға жатқызылмайды, негізі гибридтер, бұл F1 деп айтамыз, болмаса гибрид деп айтқан дұрыс бұны. Содан кейін ұсынатын сүттілік жағынан ұсынатыным ол Голштейнский краснопестрый. Не үшін краснопестрый отделить етеді? Краснопестрый чернопестрыйдан бөлгеніміз ол төзімділік жағынан өте жоғары. Сосын сүттің майлылығы 1%-ға болса да чернопестрыйдан жоғары жүреді. Енді көп жер келіспейтін шығар, келіспесе, ол практиканың көрсеткені сондай. Голштейнский қарала мен қызылала ұстап көрген кісілер біледі. Қызылала қаралаға қарағанда төзімдірек, яғни сүтті майлыларға келеді. Бірақ сүттің объемында қатты разница бола бермейді екеуінде. Содан кейін ұсынатын пародан 5-ші ол Голштейнский чернопестрый. Сүтінің объемы жағынан оған тең келетін ешқандай сиыр жоқ деп айта аламын. Мен ұстап көрген сиырымнан 70 литрға дейін сауып көрдім өзім. Екінші туған сиырдан, екінші атолдан, бірінші атолдан 40-45 литр спокойно береді ол сиырлар. Голштейндер. Егер рационыңыз дұрыс қойылса, энергиясы мен протеин, витаминдер дұрыс қойылса, ол өз-өзін ақтайтын пародан біреуі. Бірақ, бұның бірақ деген нәрсесі бар.
Бұның ең нәзік жері желіні, оның ең нәзік жері тұяғы, оның ең нәзік жері жаңағы ас қорыту жүйесі. Кішкене сүтті көп берген сайын ол сиыр өзіне жұмыс істемейді, естественно әлсіздеу келеді. Бұл сиыр бірақ откормға ештеңеге жарамайды, өйткені бұл сиыр тек сүтке жұмыс істейтін сиыр, тек сүт қана болды, етке жұмыс істемейді. Сол үшін кейбір сиырлар бар, ата баба туғаннан кейін өзінің жеп жібереді да өзінің бүкіл энергиясын, майын, етін бәрін қорытып сүтке айналдырып жібереді. Кейбір құлап қалатын сиырлар болады бұларда. Ол сүтке деген қатты жұмыс істеген бағыты оның сиырдың бір минусы сол жер, өз-өзін ойламайтын сиыр. Бұл сиырды асырау үшін кішкене породадан, сиырды асыраудан, сиырға уход жасаудан информациясы бар, ақпараты бар, тәжірибесі бар адамдар болмаса бұл породаны ұсынбаймыз негізі. Одан кейінгі сиыр Монбельярд деген порода. Одан кейінгі породамыз Монбельярд деген порода біздің қызалы гаустемен Симменталдың қосындысынан шыққан порода. Естественно, ол порода Симментал сияқты төзімді, Голштейн сияқты сүтті жақсы береді. Симментал сияқты сүтінің майлы, Голштейн сияқты нәзік келбейді, неприхотливый содержание болады бағуға, қарауға. Монбельярдтың бір плюсы оның сүті жағынан, еті жағынан Голштейннен мүлдем бөлек. Симменталдың өзі етті порода болса, Монбельярд сүтті етті порода бөлінеді, получается. Франциялық порода бұл. Бұл да үлкен веста. Бұның да жаңа азықтану жағынан 1 литрға шаққанда сүтінің жаңа қорытатын энергиялық несі жоғары болып келеді. Конвой единицасы. Монбельярд ұсынамын. Бізде Монбельярд енді редко кездеседі, өте көп, бір-ақ жерден көрген шығармын осы өмірде. Бізде бар кішкене Монбельярд қосылғандар. Одан кейін ұсынатын порода Симменталская, таза Симменталская молочный жағынан линиясы. Ол Симментал екіге бөлінеді. Біреу етті, біреу сүтті болып. Сүтінің өзін таза сүтті емес ол. Бұл етті сүтті болып бөлінеді Симментал. Симменталдың плюстары ол сүті қою, етке де кете береді. Кез келген уақытта сиырыңыз қартайса да, басқақса да, немесе еркек бұзаулар алып келсе, оны откормға қойып сойсаңыз, етінің сапасы жағынан да өте жақсы. Сүті қою 5%, орташа жирность 5%-ға береді. Объемды да бере алатын породаның біреуі. Бір минусы бар. Симменталдың рационын санаған кезде ошибка жібермеу керек. Ошибка жіберсеңіз Симментал ол ошибканы кешіре алмайды. Ол қатты семіріп алады да, мұрнымен демалу қиын операциядан кейін. Қатты семіріп алады да, сүтін тартып жібереді. Сосын дұрыс рацион қойылмаса, ол ерте сүттен шығатын болып кетеді сиыр. Салмағының үлкен болғанына байланысты, егер жатып тұратын жері, жүретін жері дұрыс болмаса, аяқтан кетеді Симменталдың бір несі минустары. Бірақ төзімділігі жағынан ыстыққа, суыққа өте жақсы бір төзімді породаның біреуі. Так, одан кейінгі порода Джерсейский порода ұсынар едім. Таза, егер Джерсей болатын болса, Джерсейский породаны ұсынамын. Джерсейский породан бірақ үй жағдайында енді сүтін өздеріңіз қолданатын болсаңыздар, ұсынамын. Так, объемға жұмыс істейді. Симменталдың. Джерсейдің ұрықтануы, фертильность өте жоғары порода. Тез ұрықтанады. Туғаннан кейін өздігінен күйлей алады. 90%-ға джерсейлер. Салмағы туған кезде бұзаулардың салмағы 20-25 килограммның арасында ғана туады. Өте жеңіл. Сосын фертильность туралы айттым. Сүті майлылығы 5-тен жоғары қарай болады. Объемы сүттің бірақ жылына беретіні 5-6 тонна береді енді орташа сүттілігі. Бірақ Джерсейдің бір плюсы конвертация карма дейді өте жоғары. Бірақ конвертация карма жоғары болғанмен кормға потребесі өте аз. По сравнению басқа породалармен. Өйткені оның салмағы 350-400 килограмм. Джерсейдің салмағы. Үлкен сиырдың салмағы сол 450-ге баратын шығар, үлкен болса. Ол мен көрген 420 көрдім, 350 сол салмақта жүреді. Өте кішкентай сиыр. Получается бойы 1.10-1.20 аса. 1.10-1.20. Бір жасында ұрықтандыруға әбден келеді. Джерсей породасы бір жасында ұрықтандыруға болады. Минустары сол объем соғалмай содан, сиырдан. Өйткені ұрықтанғаннан кейін Джерсей кішкене сүтін түсіріп бастайды. Бірақ сүтінің сапасы өте жоғары. Майлылық, белок деген жирность 5-тен жоғары, майлылығы 4-тің жобасында болады.
Бұл яғни өзі переработка жасайтын, үйінде сүтінен бір продукт жасайтын кісілерге өте тиімді келеді. 10 литрдан 1 литр сметана алғаннан гөрі 5 литрдан 1 литр аласыз деген сияқты мысалда. Одан кейінгі породамыздың бірі айширская. Айшир сиырын мен ұстап көрдім. Өзім жерсейді тастағам, айширді тастағам, сементал тастағам. Айширский сиыр енді Россияда көп мақтайды, бірақ мен ондай қатты мақтанға лайықты айшир көрген жоқпын. Бізде келді племенной документтермен. Бірінші әтеуі сол 20-ға дейінгі береді сүтін, екінші әтеуі 30-ға дейінгі сүт береді. Ал біз сияқты объем алып жүрген кісілерге ол тура келмеді, бірақ сүтінің сапасы жағынан Швейцқа уступать етеді, бірақ Голштейннен қарағанда өте сапалы сүті, сүтінің дәмі жағынан. Енді рекомендация ретінде ұсынам. Спокойно екінші, үшінші айтуға қарай уже осы литр салады. Бұның плюстары жаңағыдай тоже оңай туады, жақсы ұрықтанады айшир сиырлары. Сосын барып қатты үлкен бесті емес, жеңіл орташа бес болғаннан кейін жеңілдеу. Ол ауыра бермейді ол сиыр, сондай несі бар. Жайып бағам деген кісілерге ыстыққа төзімді осы сиыр ұсынар едім. Чем беспородный сиыр ұстағаннан гөрі. Одан ең соңғы породамыз бізде Алматыда әлі кездеседі. Чернопестрый, таза чернопестрыйлар. Бұрынғы бізге келген белорусский чернопестрый, эстонский чернопестрыйлардың енді тұқымдары ғой. Сол чернопестрый тұқымдар. Ол сүтті етті порода. Салмақтар үлкен, бұқаларын жаңа откормға қоюға әбден болады. Откормға келе береді бұқалары. Сосын оның плюстары долгожитель, айшир сияқты тоже ұзақ өмір сүретін. Енді біз көбінесе галштинмен салыстырамыз. Галштинді 3-4-5 туада асып кетсе, одан артық уже сиыр қартайған болып саналады. Ал бұна басқа ұсынып отқан породаларымыз ол туған сайын ашылатын порода. Мен, например, бір швейц болды менде. Мен оны, например, 9-10 туғанға дейін ұстадым. Ол 9-10 тұтса да бізде ол өзінің 40-тан төмен берген жоқ. Майлығы да жақсы болды. Галштин ондай өмір сүре алмайды, 9-10 туа алмайды ешқашан. Енді 1000-нан біреу кездеседі, ол үшін кормлениеңіз мықты болу керек, содержаниеңіз мықты болу керек. Ал қалған породалардың барлығы ұзақ өмір сүретін долгожительдер породасы саналады. Соның галштинге аналог ретінде чернопестрый ол ұзақ өмір сүретін порода болып саналады. Сүті галштинге қарағанда қою, 4-тен жоғары қарай болады жүренесі. Откормға етінің сапасы да әжептәуір жақсы, едәуір. Галштиннің етінің сапасы жоқ қой, ешқандай. Еті тек фарштан басқа, колбасадан басқа шеге жарамайды, етін жамай шандыр болады. Бұналардың кішкене еттілігінің сапасы жағынан одан жоғары келеді. Сол жалпы 10 түрлі параларын салыстырмалы түрде сіздерге түсіндіріп бердім деп ойлаймын. Егер сұрақтар болса, қойсаңыздар болады, кішкене жауап беруге тырысайын. Батыс жаққа қай парадан ұсынатыныз? Батыс жақта сіздерде жайылым болмайтын болса, үй жағдайында ұстағанға кез келген парадан ұстауға болады. Үй жағдайында сіз жағдай жасайсыз. Бірақ Голштейннен басқа пародаларды көріңіз. Енді жерсей көрсеңіз болады, айшир көрсеңіз болады, мамбилет көрсеңіз болады. F1 деген жаңа біздің екі түрлі қосында әжептәуір келеді, сіздерге жақсы келеді. Сосын барып Краснодарский табу қиындау, негіз Краснодарский сол ыстыққа жақсы келетін еді. Шымкентте енді таралып жатыр порода. Қазақстан облысында. Алматы облысына шфура келеді екен жақында. Алматы облысы бірінші болып сол шфура заказ беріп жатыр деді.